Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдымен мына физикалық диктантқа жауап бере қояйық. Бірінші сұрақ. Электр тоғы дегеніңіз не балалар? Кім жауап береді? Айта қойыңыз. Қайсысы? Электр тоғы. Электр зарядынан кез келген реттелген қозғалыс. Дұрыс, отыра қой. Келесі сұрақ. Сұрақтар бәрі көрініп тұр ма, көздеріңе астан көрініп тұр ма жақсы? Ал сұрақтар айта беріңдер. Келесі сұраққа дайындала беріңдер. 7-ші, 5-ші сұрақтарға дайын болсаңдар, тақтаға формула болса жаза беріңдер. Қай сұрақтың жауап екенін айта бересіңдер. Тізбек бойымен өткен тоқтың қандай әсерлері болады? Тізбек бойымен тоқ өткенді айта қой. Тізбек бойымен өткен тоқтың химиялық, биологиялық, жылулық, магниттік әсерлері болады. Дұрыс айтасың. 4 түрлі әсер бар, жылулық, магниттік, химиялық, биологиялық әсерлері бар. Отыра қой жақсы. Ал 3-ші сұрақ. Тоқ күшінің өрнегі қандай? Жаза қой тақтаға кел. Ана жерде борба жаза бер. Сен жаза қой. Келесі сұрақтың жауабын айта береміз. Электр қозғаушы күшінің қандай түрде өрнегі қандай? Электр қозғаушы күші эпсилон, иә? Дұрыс. Ал электр қозғаушы күшінің өрнегі ол жұмысты неге бөлген дейді? Зарядқа бөлген екен. Дұрыс айтады. Ал енді отыра қой. Тізбек бөлгішінің оң заңы. Әйгілі оң заңы. Оң заңы. Тізбек бөлгішінің оң заңы. Бізде қазірше айтатымыз. Және толық тізбекшінің оң заңы деген формула бар. Бізге қазірде керегі тізбек бөлгішінің оң заңы. Ал енді өткізгіштің кедергісінің қандай формуламен табамыз? Өткізгіштің кедергісін 6-шы сұрақ. Қайсыны жазамыз? Ары қарай меншікті кедергінің температура тәуелділік формула теңдеуі бар өрнегі. Кел жаза бер, қайсысы? Қай сұрақты жауабын жаза бересің? Жаз 6. 7-ші сұрақтың жауабы меншікті кедергі туралы келе ғой. Меншікті кедергіні қандай әріппен белгілейді? Роммен белгілейтін еді. Жауаптарымыз дұрыс болды ма? Бірінші сұрақ. Зарядталған бөлшектермен реттелген қозғалысы электр тоғы деп аталады. Дұрыс, иә? Екінші, тізбек бойымен өткен тоқтың жылулық, магниттік, биологиялық, химиялық әсерлері болады дейді. Үшінші, тоқ күшінің өрнегі заряд бөлінген уақыт деп тұр. Дұрыс па? Сосын электр қозғаушы күшінің өрнегі ол жұмыстың зарядқа қатынасы деп тұр. Және оң заңын білеміз, ол кернеудің кедергіге қатынасына тең болады. Неміз тоқ күшіміз үйде былай жазғанда дұрыс болады. Және 6-ші неміз қандай сұрағымыз? Кедергінің өрнегі, өткізгіш кедергісі ол мына қараңыздар, мына жерде меншікті кедергі, ұзындық бөлінген сол өткізгіштің көлденең қимасының ауданы. Мына формулада сонда қате бар. Ал формула қалай жазылады? Меншікті кедергінің сосын бөлінген өткізгіштің ұзындығының көлденең қимасының ауданына. Ал келесі соңғы сұрағымызда бізде меншікті кедергінің температураға тәуелділігі. Температураға тәуелділік. Міндетті түрде температура міне көрініп тұр ғой. Температураға меншікті кедергі ро әріпімен белгіленеді. Әр әріптің өзінің символдың салынуының мәндері бар. Әйтпесе ол басқа мән болып, басқа элемент болып кетеді, біз оны шатастырып аламыз. Мынау меншікті кедергіні ро әріпімен белгілейміз. Жақсы. Енді бүгінгі сабаққа кірсек, осымен біз үй тапсырмасын тексеріп алдық, есімізге түсіріп, енді бүгінгі тақырыбымыз өткізгіштер тізбектей және параллель жалғау. Бұл тақырыпта біз мынандай мақсаттарға жетуіміз керек. Осы өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғаудың заңдылықтарын эксперимент арқылы біз алуымыз керек заңдылықтарды, және эксперимент жасағанда физика зертханасындағы қауіпсіздік техникасын біз жақсы білуіміз керек және соны сақтауымыз керек. Себебі біз қандай құралдармен жұмыс жасайын деп жатырмыз қазір? Электр тоғымен. Ол біздің егер сақтықты, қауіпсіздікті ұстамасақ, біздер өмірімізге
қауіп төнуі мүмкін. Ол үшін енді бастамас бұрын сіздердің алдарыңызға мен екі топқа бірдей құрал жабдық тастадым. Қандай құралдар бар екенін көріп отырсыздар. Тек қана мен екі топқа екі түрлі сурет тастадым. Мынау ненің суреті? Лампылар жалғанған люстраның суреті. Енді ол люстралар бұл біздер тұрмыста параллель жалғанады. Яғни сіздер параллель жалғауды зерттейсіздер. Ал мынау ненің суреті? Недегі жаңа жылдық шыршаға ілетін гирлянда. Ол қалай жалғанады? Тізбектей жалғанады. Яғни сіздер тізбектей жалғауды зерттейсіздер. Қазір мына зертхана эксперимент жасайтын стол үстін қағаздан, артық нәрседен тазалап аласың. Тек қана эксперимент жасайтын физикалық құралдар ғана қалу керек. Сосын өзіңнің жұмысыңды баста. Сіздердің топтарыңыз параллель жалғауды құрастырасыздар. Не жасап жатсың? Қасында неге көмекші аласында құрастырайын. Ал енді бұны қоспайтын. Әрдің жалғап қоссын. Оны құрастырып жатқанда, сіздер тек қана оны құрастырып қана соның уақытын ғана өткізіп отырмай, басқаларымыз қандай заңдылықтар бар, кітаппен таныса беріңіздер. Параллель жалғауда қандай заңдылықтар бар екен, сол кітаппен танысып, кімді шешаластыра өшешін. Жаңа сізде параллель жалғауда мына сурет бойынша құрастырып. Экран қалай болсын. Сіздер тізбектей жалғауды. Нені қосып жатырсыз? Қайда қостың? Кілтті. Қостың? Екінші лампыға қостың? Апельментке қостың, сын тоқ көзі қостың. Енді осының әбден қосып болып, сосын бар кілтті қосасың. Жалғастың. Кілтті. Енді кілтті қосты, қандай заңдылық шықты? Қара, нәберлерді көрсету. Қандай өтті? Мен бүттім онан көрді, алдында қандай. Енді біздерде қазір бұна елді қаралай. Яғни, тізбекте қосқанда қандай заңдылық шықты? Әлгені? Әлгені қандай заңдылық шықты? Қандай тоқ көзі не болды? Тоқ күші қандай болды? Тоқ күші қандай болды? Тоқ күші бірдей болды. Ал кернеуші? Ал кедергі? Сонда тізбекте жалғанғанда тек қана не бірдей болды? Тоқ күші бірдей болды. Ал кернеу мен кедергі не істеп жатыр? Қосындысына тең болып жатыр. Неше кедергі қосып жатсың, солардың барлығының жеке кедергілердің қосындысына жалпы кедергі алып. Ал ол бізге пайдалы ма, зиянды ма? Мысалға, тізбекке қосылып тұр. Егер біреуі ажыратылып қалса, не байқадық? Барлық тізбек істен шықпады. Сонда тізбекте жалғанғанда біздің білеміз, менің шыршаның гирляндасының бір лампысы үзілсе, барлығы жұмыс жасамай қалатын. Ол тағы қай жерде? Тағы тізбекте жалғану, тағы қандай өмірде қандай жерде бар? Қолданылады. Қайда бар? Соны ойлады, сол сұраққа ойлады. Ал сіздер көрдіңіздер ме? Енді тізбекте құрғанда нелерді пайдаланды? Заңдылықтардың алдында ма Андина? Тоқ көзін пайдаландық. Және де екі шрам. Және де кілт. Енді амперметрмен бөлшеді. Сонда қандай заңдылық шықты? Параллель жалғанғанда тоқ күші жеке шамдар, тоқ күштерін
Ал кернеуші барлық резистордағы кернеу бірдей болады. барлық резистордағы кернеу бірдей болады. Иә, ал кедергіші Жалпы кедергіге керек шама әр бөліктегі кедергілердің керек шамаларының қосындысына тең. яғни кедергілер азайып жатыр. Барлық жалпы кедергінің кері шамасы жеке кедергілердің кері шамаларының қосындысына тең болады. Бұл параллель жалғағанда қандай физикалық шама тұрақты болып тұр? Не тұрақты деді жаңа? Тоқ күші ме, кернеу ме? Кернеу тұрақты болады. Енді осы заңдылықтарды біз бір-бірімізге осы заңдылықтарды біз қазір параллель жалғанғанды, тізбектей жалғанғанды білмей қалдық, қалай жалғанған. Соны білу үшін тақтаға жаза қоямыз. Білуіміз. Параллель жалғанғандағы тоқ күші кернеу кедергінің өзгерістерін білуіміз жазамыз. Bir toptan, al ikinci kelesi toptan tizbektiy жалғанған жерге оқасыз да? Параллель. Сен қайсысы? Тізбекtiy жалғау ма? Сен параллель жалғау деп жүрсің. Қалғанымыз дәптерімізге жазып аламыз. Мына 40-ды айыр, 9-ны айыр, сенде 40-ды айыр, 9-ны жерден айырыпсыздар. Қандай жалғау екен жоғарысына жазып кетіңдер. Балалар шатаспасын. Дәптерлеріңізге орындарыңыздар. Бәрін көшіріп алыңыздар. Ибрахим жазып кет. Қандай жалғау екен? Тізбектей ме? Сіздерге жаңа сұрақ қойып кетті. Тізбектей жалғану тек қана неде? Шыршада ғана қолданма ма? Басқа қай жерде қолданма? Вагонда қолданады дейді, иә? Осы айтады. Вагонның купелері бір-біріне тізбектей жалғанған. Егер бір купенің лампысы өшсе, барлық купеде лампы өшіп қалады. Бір вагонның ішіндегі купелер бір-біріне сөйтіп параллель жалғанған. Ал үйде сондай ма балалар? Үйде біз қазір осы кабинеттің өзінде, иә, бір жағының жарықты өшіріп тастап, бір жағын жағып отырмыз. Не болмаса біздер үйдегі құралдың барлығын бірдей қосып отырмаймыз ғой. Бөлмелердің лампочкаларын біз кезек жағаламыз. Ол параллель жалғанғанның пайдасы, бір-біріне әсері жоқ. Мына жерде жаңағы бірінші топтан құраған тізбегінен соны байқауға болады. Егер біз бір лампыны алып тастасақ, онда екіншісі оған қатысы жоқ. Не істей береді? Жанып тұра береді. Міне жаңағы амандықтың құрастырған тізбегінен бір лампыны алып тастай бердік, бәрі өшіп қалды. Ал мына жерде біз бір лампыны алып тастадық, ол екінші лампыға әсері жоқ, ол жанып тұра берді. Яғни бұл параллель жалғау. Тұрмыстағы нәрселердің барлығы осылай параллель жалғанады. Өткізгіштерді қосуда қандай қосу түрлері бар? Және олардың әрқайсысында, мысалға, бірінші сұрақтан бастайық. Өткізгіштердің қандай қосу түрлері бар? Параллель және тізбектей. Енді параллель жалғанатын болса, тоқ күші, кернеу, кедергі қандай шама олар, қалай олар өзгереді? Соның өрнегін жаза қоямыз. Ана ақ қағазға. Және келесі қалай жалғанады? Тізбектей жалғанғанда қалай өзгеретін? Соны ал дәптер қағаздың бәрі жазып тұр, ойымызда қалған, онда жаза қоямыз. Жазасында жоқ тақтаға неге жаза, ана неге барып жаза қой. Короче, жаңағы карандашты алып шық, мен жерде сиян. Фломастер қайда? Жаз. Қайсы жерден жазасың? Параллель. Ал параллель жалғанғанда сызып жаз. Параллельді жазып кеттердің бе? Амандық сен тақтаға жаза бер онда. Амандық сен қайсы қосылды жазайын деп жатсың? Аты қандай? Дауысын шығарып шеш. Тізбектей.
сабағын жабып тұрғанда біз эксперименттен алған заңдылығымызды шатаспайтындай болуымыз керек. Ал жазғандан тексерейік. Мұхаммедтің жазғанын қараңыздаршы балалар. Параллель жалғауды жаздым. Қандай қателері бар, дұрыс емес жерлері бар. Бәрі дұрыс па? Тексеріңдерші, айтып жіберіңдерші. Тоқ күші жеке деген дербес тоқ көздеріндегі тоқ күшілері қосылса тең болады дейді. Кедергілерді қосылды. Жеке лампылардың тоқ күштердің қосылысына тең болады дейді. Ал кернеу барлық жерде бірдей. Мына жерде кішкене қателесіп еді, өз қатесін өзі тапты. Ал кедергі қайда? Мынау көбейе беру керек қой. Неше кедергі қостық, екеуінде де бір болмайды. 1, 2, 3, 4, 99, 180 болды. Иә, 1, 2 ол жалғаса береді. Болды ма енді, дұрыс па? Рахмет, отыра ғой. Ал тізбекте жалғанғанда амандықтың айтқан заңдылықтар, алған заңдылықтар дұрыс па? Тоқ күші тең болады дейді. Кернеумен кедергі дербес кедергі кернеулердің қосындысына тең болып, қосындысына тең болады дейді. Дұрыс па? Отыра ғой. Енді осы рахмет, осы орындалған тапсырмаларымыздан бізде мына жерде кері байланыс жасай қойыңыздар балалар. Алдарыңызда стикерлер бар. Алған, бүгінгі сабақтан алған жақсы нәтижелеріңіз болса, сіздерге жақсы ақпараттар алған болсаңыздар, соны чемоданға саласыздар. Ал әлі де іздену керектей, мен мына жерде әлі де толықтырар едім дегендей мәлімет болса, оны еттаққышқа саласыздар. Ал қажет емес дегендеріңіз болса, бәрі жетмес текет. Оны қоқыс жәшігіне тастайсыздар. Сол экранға апарып жақсыра бересіздер. Қайсы? Қарасы. Ат жөндерін жазып кетіңдер. Бүгін сонда бәріміз жақсы көп ақпараттар алған екенбіз. Яғни сіздер сабақты бүгін жақсы түсінді деп ойлаймын. Ал мен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.